Прямо жест оңға қарай бұрыласың. Ана жерде ма? Иә, оңға қарай. Ой, рахмет жігіттер, Алла разы болсын. Мен мақсымат үйге отырып, ертең шутыңда кетуші ме? Жоқ, бір көшесін айырмайтын шығар еді, соны іздеп келмейтін шығар мен. Нахуй алдайсың мені? Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Бұл Манас. Манастың қолынан бір күндері крыса тістеп алады. Бұл өзінің бойындағы бар қасиетті ешкімге байқатпауға тырысады. Оның бойындағы қасиеті крысовать ету. Бұлай ол жігіттер. Не дейді ол? Не дейді ол? Осыма Марина. Ей, родной. Ей. Жуырда. Жуырда емес. Кез келген уақытта достарыңыздың жанынан тамашалай аласыздар. Крыса мен. Отырыстан кейінгі әңгімелер. Кеше Максым батясын іштің ба неге? Иә да? Құда деп қойыштың ғой десің ба? Артынан қатыныңды былай ұста деп жүрем ғой. Ю, Максым батясын ба? Иә да? Кеше Айка Мадиналар келді ма? Сәуле деп еді ол десің ба? Сәуле де келді ма? Иә да? Ю. Сәулеге ештеңе деген жоқсың, бірақ балдарға жаман болып қалды. Сен жыладың ғой сен білесің ба? Қой, мен жыламаймын, мен өзім білемін ғой. Ой, мынаны қарасай сен родной. Кім ана қасында жылап отқан? Алғаш дәурен ғой. Не үшін жылап отыр? Білмеймін сен жылағанға жылап отыр ғой. Құтаң өшіріп тастадың, тарап кетіп жүрмесінші. Бүгін кешке жетте сходят білесің ба? Не үшін? Кеше райондағы брахандар таспен ұрысып ма жындық сол? Айтам ғой, ішіп алсам алып кетіп қалыңдаршы мені деп. Қақын алып кеткен ғой. Ақеркеге тосқанымды вечер соңында жабысып отқан міне родной. Я сұрастырып көрдім ғой, руымды сәл баста екен. Ең патологын айтайын ба? Кеше Макстың әжесіне барып, темекі бар ма деп мойнынан қысып жібермейсің ғой білесің бе? Короче, мен адвокатпын. Сіз 10 жылға сотталасыз. Мен не кінәмда? Сіз емес, айыпталушы. Бәсе. Ең түсінсеңізші, оны соттап не істейсіз? Оның отбасы бар, 2 баласы бар, оның 2 баласына асырау керек қой. Я дұрыс па баға? Міне. Ал енді сөз кезегі адвокатқа беріледі. Ал енді не деймін, жастар бақытты болсын. Қасымов. Айыпталушы кеше 23:00-де үйде болдыңыз ба? Сіз 5 жылға бас бостандығынан айырылдыңыз. Жоқ. Иә. Жоқ. Иә. Хорошо, ладно. Адвокат қайда? Қазір темекі шеуіп кетті, қазір келеді. Сізді 7 жылға соттаймыз. Не үшін? TikTok түсіргеніңіз үшін. 7 жыл аз болады ғой, брат. Біз байқамайтын үйдегі кішкентай кайфтар. Гала кетті мен, үйге қопайым. I'm a bad boy, do good things. Got a lemonade with chicken wings with a